Интернет желісі арқылы таралатын ойындардың кері әсері. Компьютерде бір ойынды ойнап, бірнеше сағат отыру. Ата-аналармен кикілжіңге бару. Үйіне кешігіп келу. Достармен қарым-қатынас азаяды. Сабаққа жиі бармай қалу. Өзі сияқты компьютерге үйірсектермен ғана араласады. Ақшаға сұранысы көбейеді. Берген уәдесін орындамайды, ашуланшақ, мазасыз болады. Күнделікті сабағы нашарлайды. Ұйқысы, денсаулығы бұзылады. Осы белгілердің бесеуі бала бойында анықталса, компьютер ойынына тәуелділік ықтимал деген анықтама қойылады. Ал егер 7 немесе одан да көп белгі байқалса, ол тәуелділіктің құлы деп саналады. Бос уақытымызды тиімді әрі пайдалы етіп өткізейік.